Талдықорғанда ауыл шаруашылығын дамыту бойынша арнайы семинар кеңесі өтті. Саланы өркендетуге арналған жиынға еліміздегі ғылыми зерттеу институтының өкілдері арнайы келіп, жаңа технологиялармен таныстырылды. Онда мал, өсімдік және элиталық тұқым шаруашылықтарын көбейту мәселелері қызу талқыланды. Сонымен қатар химиялық өңдеусіз өнім өндіру мәселелері де қаралды. Аграрлық аймақ үшін маңызды жиынға Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев қатысты. Ауыл шаруашылығы саласын дамытуға арналған семинар кеңес көрмеден басталды. Оған ғылыми зерттеу институттарының қол жеткізген озық үлгілері көрсетілді. Мәселен, заманауи ауыл шаруашылығы технологиялары, жоғары өнімді техника, зертханалық құрал жабдықтар таныстырылды. Бұл түсінде қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты да бар. Жеміс-жидек көкөністің 273 сорты өндіріледі. Оның ішінде 39-ы жаңадан шығарылған селекциялық жетістіктер реестрына енген отандық өнім. Мамандар бұл тұқымдардың барлығы Қазақстанның 5 облысында шығымы жақсы болатындығын айтады. Әсіресе Жетісу аймағының климатына тез бейімделіп, мол өнім береді. Сондықтан біздің өнімге қызығушылық білдірген жергілікті шаруа қожалықтарына көмегімізді көрсетуге дайынбыз дейді орталық өкілдері. Сорттардың ассортиментін таңдап береміз, сонымен қатар технологиясын айтамыз, және оларға көшеттер береміз. Көшет болғанда, мысалы, селекциялық жетістіктердің жаңағы реестріне енген сорттарды береміз. Мысалы, аудандастырылған Алматы облысы бойынша, мысалы, мына ассортимент сорттарды, Жамбыл облысы мына ассортимент сорттарды өсіруге болады дейді. Сонымен қатар технологияларын айтамыз. Және оларға кәдімгідей жаңағы кеңестер беріп бірге жұмыс істейміз. Басқосуда Қазақстанда өндіріс пен ғылымның арасын байланыстыру басты мәселе екендігі айтылды. Аграрлық саладағы бар жетістікті өндіріске енгізген жағдайда үлкен серпіліс болады дейді Ақылбек Күрішбаев. Ұлттық академияның вице-президенті элиталық тұқым шаруашылығына да аса мән беру керек дейді. Бірінші сорт, жаңа сортты енгізетін болсақ 30%-ға көбейтуге болады өнімділікті. Ал неге көбеймейді? Неге сорт тарамайды? Ең негізгісі ғалымдар сорт шығарады. Жақсы сорттар бар. Жаңа көріп отырсыздар, қызылшаның жақсы сорттарын шығарған, 7 жақсы гибрид шыққан. Оның бәрін жаңа шетел сияқты өңдеген, жаңа ішінде әртүрлі өзінің несіңайқышы бар. Бағасы 5 есе аз. Неге осыны қабылдамайды өндіріс? Өйткені бізде осыны көбейтетін, сорттарды көбейтетін элитсемхоз бен семхоздар керек. Шаруашылықтар керек бұрынғыдай. Элитсемхоздар жоқтың қасында. Жетісу облысы аграрлық аймақ. Былтыр өңірде жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі 2,4%-ға ұлғайып 510 миллиард теңгеге жетті. Биыл бұл көрсеткішті 544 миллиард теңгеге дейін өсіру жоспарда бар. Азық-түлік өнімдерін шығару көлемі 8,2%-ға өсті. Осы сала бойынша 150 кәсіпорын айналысады. Биыл егіс алқабы 1,9 мың гектарға көбейіп 519 мың гектар болды. Ауыл шаруашылығын дамытуға бюджеттен 45,6 миллиард теңге бөлінді. Семинарға келген мамандар кезегімен баяндама оқып, ғылыми іс-тәжірибелермен бөлісіп, жаңа технологияларын ұсынды. Қазақ өсімдіктерді қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының қызметкерлері химиялық заттарды қолданбай зиянкестермен күресудің жолдарымен бөлісті. Мәселен, Колорадо қоңызымен күресудің ең тиімді әдіс тәсілдерін айтты. Ол үшін институт падизус жыртқыш қандалаларын өсіруге кіріскен. Оны картоп алқаптарына жіберсеңіз, Колорадо қоңызы аз уақыттың ішінде жойылып кетеді. Оның бағасы да арзан дейді ғалымдар. Қандаланың адам баласына немесе басқа да табиғатқа еш кері әсері жоқ. Ол тек қана маманданған, яғни сол Колорадо қоңызының дер нәсілдерін жойып, табиғатта өнімділікті сақтауға өте қатты жұмыс жасайды. Сонымен қатар қазір соңғы кездерде мынау қызанақ оңтүстік америкалық күйе көбелегі кіріп кетіп, сол жемісті тесіп, оны шертіп жібереді. Зертханамызда макролофус деген осы күйе көбелегінің, сонымен қатар биттердің, мына жылыжайларда кездесетін аққанат деген сорғыш зиянкестер бар. Соларды жоятын осы қандаланы көбейту арқылы қазіргі таңда біздің осы фермерлеріміз өте жақсы тиімді пайдаланып жатыр. Жиында су үнемдеу бойынша бағыттар айтылды. Минералды тыңайтқыштардың қол жетімділігі сөз болды. Бақша дақылдарынан мармелад дайындау, экологиялық таза өнім жеміс-жидек шығырын көбейту, қой мен ешкі сүтін өндіру технологиясын арттыру ұсынылды. Бейбіт Исабаев барлық ұсыныстарды егжей-тегжейлі зерделеуді тапсырды. Адами капиталдың сапасына ең әсер ететін нәрсе осы. Күнделікті тамағың, суың, жұтқан ауаң. Соны емдегіміз келмейді. Біз миллиардтаған теңгеге шетелдің таблеткаларын сатып алып адамды емдейміз. Одан да мүмкін басқаша келерміз. Жапондықтар, қытайлар сияқты, корейстер сияқты, Европа елдері сияқты. Алдыменен топырағымызды емдейік, ауамызды емдейік, суымызды емдейік. Малымыздың еті, балықтың еті таза болсын, бидайдың сапасы жоғары болсын.
Сонда денсаулыққа үлкен миллиардтаған нәрсеге біз таблетка сатып алмайтын шығармыз. Жиында ауыл шаруашылығы саласын өркендету үшін арнайы мамандарды дайындау мәселесі де көтерілді. Осыған байланысты болашақта Жетісу аймағында Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің филиалын ашу жоспары да пысықталды. Ол мал, өсімдік, тұқым және су шаруашылығы бағытын қамтитын болады. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы.